Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қойытылған сүт қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы әдеттегідей өте оңай және көп қаражат кетпейді. Пирог өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Келесі видео рецептілері жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңырау белгісін басып кетіңіз. Керекті тағамдардың мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Керекті тағамдарды алдын ала тоңазғыштан шығарып алған дұрыс. Бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқамызды табамызға жарып аламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. 1 стакан шекерімізді салып, миксерлейміз. Басында 1-2 минут төмен жылдамдықпен, содан соң жылдамдығын үлкейтеміз. Шекеріміз толықтай еру қажет, және де массамыз осылай ағарып, және бірнеше есе ұлғаю қажет. Содан соң үстіне 3 ас қасық сүтімізді құямыз, және де сұйық майымызды саламыз. Содан соң қойытылған сүтімізді салып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң үстіне 1 стакан ұнымызды саламыз, разрыхлителімізді саламыз, және де өзіңіздің қалауыңызша ванилин қосуға болады. Енді осы массаны миксерлемейміз, осылай силиконды лопатканың көмегімен жайлап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массы мен ұнымыз толықтай араласты, массамыз біркелкі болды. Содан соң алдын ала дайындап қойған протеинімізге құямыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пирогымыз суыған соң үстіне қойытылған сүтті жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша әрлеуге болады. Мен грек жаңғағын қолдандым. Көріп тұрғандарыңызда еш қиыны жоқ. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше ас болсын.